Day off. Ойын енді басталды ма? Базар жоқ. Міне жолда кетіп жатырмын мен. Вау, жол қандай керемет. Бұл пейзаждар шынымен де расслабляет, короче, демалтқызады да адамды. Достым, біз уже жақындап қалдық. Итпен кеттік. Хотя бы жақсы. Өзіміз бармаймыз, нормально. Мен негізі осы қаладан кеткім келіп жүр дейді. Ауылда тұрғым келеді. Бұл жері сондай тыныш, керемет дейді. Бұғы жатыр жерде. Не тут ата екеу. Тағы бұғылар көп слишком. Келдік пе біз? Тезірек барғым келіп тұр дейді. Біз барғанша дейін кішкене демалып тұрсыш дейді. Не болса да біз уже жақындап қалдық. 3:08 бірінші күн. Все, міне келдік. Ё-моё, қақаған аяз. Чё мұндай сап-салқын жерде несі прикол да? Мен түсініп тұрған жоқпын. Там ит қатып қалма, все болды, бастық ал. Мұндай жерде адам снимать дей ма үйді? Қуасың ба? Бір Гавайя бір андай жылы жерден алу керек қой. Бір сап-салқын жерден алғанда керісінше. Жақсы. Өзінің дерзкий квартирасы бар, он захотел жить в таком деревянном доме. Ашылама есік? Есігі ашылмайды. Ұмытып кетті ол туралы. Енді қалай кіреміз? Менде так, запасный ключ бар дейді дворда. Оңғайдан табамыз енді. Болды, все, үйге кіре алмаймыз енді. Мұнда шығар да, мына кладовка бірдеңеде шығар. Жоқ, мынаны аша алмай отырмын мен. Кілт қайда сонда? Так, осы тастардың біреуінде емес пе екен, реально. Міне тастарды қозғалтып отыр, қараңыздар. Осылардың біреуінде. Міне таптым, все. Ал енді ашайық ал. Үйді. Все. Так, чемоданды кроватьқа кіргізу керек дейді. Так, чемоданды аламыз. Кроватьқа қояйық. Есікті жабайық, өткені үйді жылту керек. Здесь очень темно, в сарае стоит генератор дейді. Үйді жылту үшін генератор қосамыз қазір. Кеттік ал. Итті аттаста дейді. Генераторды қосамыз ал. Генератор? Ал, давай. Жылуытты қосайық, әйтпесе дала дейтін. Сап-салқын. Все, қостық ал. Енді үйдің ішінде свет бар, жылулық бар, бәрі бар да. Менің ішім ауырып тұр дейді. Надрубить дров, разогреть печь дейді. Маған бірінші от жағу керек қазір. Надрубить дров, бәрін істеу керек па не сонда? Сонда не істеймін қазір мен дейтін ағаш не істеймін ба? В натуре достар, адамдар дейтін бір андай жақсы жерге барып демалатын еді. Мынау керісінше андай хардкорға барып демалып отыр ғой. Топор қайда топор? Міне. Топор алдым. Лучше срубить 3 дерева, которые у меня есть на заднем дворе дейді. Все, болды ал. 3 ағашты алу керек дейді үйімнің артындағы. Ал қай ағаш? Ағаштар шығар да, осы ағаштар шығар да. Сіздерге Майнкрафт сияқты емес, просто целый ағаш кетіп қалатын да бір удардан. Пам. Енді анимациялары керемет енді, достар. Все, болды. Бізде ағаштар жетеді. Енді духовкаға салып, печкеге салып, үйімізді жылтайықшы, әйтпесе. Ебать, ногым тағы. Что? Кімсің, братан? Артынан барайықшы, кеттік ал. Артынан барайықшы. Қайда ол? Кім мынау жүрген? Қайдасың? Анау не, голый жүрді ма, достар? Походу, как будто голый жүрген сияқты да? Үсі өлу керек қандайдан кейін. Кілте есікті тез, кірмесін анау. Бәрін саламыз ал печкеге. Енді, и чё? Мне нужны спички. Спички керек. Спички ғой да. Ал. Отты жағал. Кайф, все болды. Жылынамыз, достар. Жылынамыз. Кайф. Тамақ жасаймыз па, что там? Банканы ашамыз и тамақ ашамыз па, что там? Бұл ит кеме маған ба ну? Мында салама тамақты. Мынаны үстінен пісіріп отыр, қараңыздар. 30 секундтан кейін дайын болады. 28, 27. Мынандай лесниктің үйіне ұқсайды, достар, андай ағаш. Тарелканы аламыз, тамақты саламыз, отырамыз да, пара есть дейді. Нансыз ба не? Нанмен же, бауырым, тоясың. Ебать, терезеден шықты анау. Кто это был, дейді. Что-то маған қорқынышты болған жоқ. Что-то вообще скример деп, что-то профукал вообще. Бека жүр, достар, сыртта реально. Бекалығын істеп кетіп жатыр. И что, не істеймін енді? Далаға шығам ба? Тапорсыз, дымсыз. И что, кім ол далада жүрген? Кетіп қалды, как всегда. Қашып кетті да анау. Үйдің астына кіріп кеткен жоқ па екен? Астына қарашы, да не бар екен? Астынан как будто кіріп кетуге болады сияқты үйдің, да? Далада ешкім жоқ, короче, түсіндім. Ішке қайдан кірейік. Мал, черт! Бұл ойында не даундар ма, адамдар бірден екілен. Бізді не қорқытай береді? Мен сені қорқытқым келген жоқ. Мен жүрегім тоқтай жаздады. Мен кінәм. Жоқ жерден шықтым. Енді үйт жасамаш, пожалуйста. Мен лөкпін, танысқаныма қуаныштымын. Приятно познакомиться. Мен саған айтуға ұмытып кеттім. Мен бұрында сенің көршім болдым. Мен сен көршім, то есть болдым емес, көршім. Қазірде көрші? Мен ойлап едім, бұл жерде мен өзім шығарым деп. Мен осы жақын жерде тұрамын, уже бірнеше айлар бойы. Просто қаладағы өмір маған ұнамайды. Сол себепті осы жерге көшіп келдім. Сен бұл жерде енді мәңгілік тұрайын деп жатсың ба, Джек? Ұзақ уақытқа тұрайын деп жатсың ба? Тек қана бірнеше күнге. Жақсы онда. Бір күні болсын сен бұл жерге келетін шығарсың, Сен және осы жерде өзіңсің ба? Так, достар, қалай жауап берсек болады? Ол бізден сұрап жатыр, сен өзіңсің ба деп сұрап жатыр. Мен чуть-чуть опасно сияқты. Я ему лучший друг, моя собака деп жауап берейін ба? Или я
здесь с лучшим другом человека. Так, давайте моя собака деп жауап берейікші. Как мило, в любом случае было бы очень приятно познакомиться с тобой, Джек. Увидимся, береги себя. То же самое здесь, Люк. До встречи. Все, давай, брат. Сау. Кстати, избегайте выход ночью. Это может быть опасно в этих краях. Короче, түнде шықпа деп тұр да маған почему-то. Бля, осы емес пе достар, маньяк банағы маньяк осы емес пе екен? Бірақ мен сенбеймін оған. Осы емес, мынау емес сияқты. Басқа біреу болып жатқа маньяк. Барлығы қарапайым болды. Барлығы өте жақсы болды. Бірақ бірінші түні мені бірдене мазаландырып тұрды. Бір түрлі дыбыстар болды дейді есікпен. Яғни есікке біреу қаққан. Бүкіл үйге дыбыс шықты, тез және жоқ жерден, және мен содан кішкене қорқып кеттім дейді. Опа, есікті емес, но терезені соғып отыр ғой. Я мынау терезені соғып отыр, есікті емес. Демалтқызбадыңдар ғой. Кім соғып отқан есікті? Ешке көріп тұрған жоқ, маған фонарик керек дейді. Так, фонарикті аламыз қазір. Бля, қазір дешевый скримерлар бола ма, как всегда. Все, бля, фонарикті алдым. Так, шығамыз па, достар? Кеттік ал. Бля, кімна? Шығындар ал. Опа, ну не тағы. Еба, не мынау? Кім тастап кеткен бұны, және не үшін? Мен бұны Люкқа айтуым керекпін. Бірақ, мен онымен қалай хабарласатынын да білмеймін. Мен онда қайда тұратынын да білмеймін. Айналаны қарап шығу керек дейді. Та есі жоқ қой онда. Обыщите территорию дейді. Қайда барам сонда мен? Обыщите территорию дегенде мына жақта бір үйді көріп тұрмын, кстати. Осында барсақ болады. Міне. Свет көріп тұрмын мына жерден. Осы арада тұратын шығар да Люк. Біздің көршіміз деді ғой. Көршіміз болса осы шығар. Міне есік ашық тұр. Бля, ана қайтадан Люк қайтадан шығатын бар артынан. Кірдім, үйче ішер жоқ қой мұнда. Қайда барамыз? Чу? Екінші күн 2:06. Обед примерно, да? Иттің дауысы шығып жатыр. Тұрамыз. Найди Купера дейді. Ачо үйтім үріп жатыр мен. Не олды ит? Не олды ит, ей? Қайда ит, Қайда ит, ё-моё, түсінбедім мен. Мұнда жүр ол. Ән жүр ол. Ё-моё. Кімге үріп жатсың, Ебана қарап, біреу топор тастап кеткен. Алыстан кетпе. Жоғалып кетесің әйтпесе. Ана топор не істеп тұр мына жерде? Кімдікі екен бұл? Алай қал. Не болса да маған хижина қайтан оралу керек. Ағаш алу керек дейді, ағаш. Енді топорды алып алайық онда. Анау көздерін есін оқып қойған мына жерге. Ебать, ногым тағы. Сейчас кімсің сені? Блять, нахуй! Қаштым. Блять, ну! Черт! Бля! Блять, нахуй! Че, бля? Ұстап алды мені. Бля, мені өлтіріп тастады. Так, қайтан келдім ал. Короче, мына жолым мына жаққа бармаймын да, в общем. Барсам, анау артынан қуатты. Сол себепті қайтан үйге басам онда. Все, болды, түсіндім. Бля, бір чемодан, екі чемодан. Ногым, что за посылка? Рация. И чё, кім берді маған рацияны? Сен менің кішкентай подаркымды алған шығарсың, қалай саған дейді. Не бұл Люк? Бұл рация. Осы арқылы біз сөйлесе аламыз бір-бірімізбен алыс тұрған кезде. Шынымен де жақсы идея. Қалай сен бірінші күнім болды? Барлығы керемет. Мен қуаныштымын. Бір түрлі заттар байқамадым ба дейді. Давайте айтып тастайық оған, как есть барлығында. Мен ойымша айтып тастаған дұрыс деп ойлаймын. Так, я видел мертвое животное в клетке, честно говоря, не чувствую себя в безопасности. Давайте бәрін как есть айтып тастайық оған. Не болады дейсің? Арасында мен бір түрлі дыбыстар естимін дейді. Орманнан. Бұның барлығы мені қорқытады дейді. Так, полиция шақырамыз ба? Не істейміз сонда? Так, жаман идея бұл дейді. Мен саған қазір келемін. И біз шешеміз не істейтінімізді. Так, все, мен сен күтемін онда, Люк. Все, как есть бәрін айтып тастадың. Может, Люк сол бана немес пе екен, маньяк. Бірақ что-то слишком банальный сияқты да. Майк. Че? Неге мен жақтан шықтым? Комнаттан қайдан шықтым? Не үшін шықтым мен? Бірінші сағат бойы ойнап жатырмын. Қазір мен миым ауырып кетті дейді. Демалыс алу керек дейді, кішкене перерыв алу керек. Мен кімге ойнап жатырмын? Түсінбедім. Мен ана братишкасына ойнап жатқан жоқпын ба? Холодильник ашу керек дейді ал. Держите, прежде чем выпить. Так, сүт ішеміз. Енді қаншама уақыт тұрды дейді холодильникте. Дәм бір түрлі болып кеткен екен. Машинаны тексеріп қайтайық дейді. Джек айтты да, ол дейтін сынып қалған деп. Так, эти проблемы с автомобилем дейді. Машина жасайын ба қазір? Походу машина жасаймын мен қазір. Міне дөңгелек қой. Шина ма тек қана? Шина дейтін серьезный проблема ма дейді. Жасайық ал шинаны. Қалай жасаймыз бұны? Запасной в кладовой дейді. Запасной бар екен бізде. Все, кеттік ал. Так, біздің комнатаға деді. Опа, міне шина тұр. Все, кеттік ал. Шинаны ауыстырамыз. Шинаны просто аламыз да. Новыйны ауыстырамыз. Так, бамс. Че, қазір барамыз ба не артынан? Вада, менсіз не істер еді дейді. Короче, баратыр да бұған. Есімде бар, бұрын осы жерге отбасымен келетін еттім. Бұрын менде балдарым болғанда. Короче, артынан баратыр да бұл. Не үшін баратыр артынан? Менде керемет идея пайда болды. Джек таңғалатын болады, мен точно уверенмін. И че, қандай идея? Қорқытасың ба оны? Походу, біз сияқтымыз ғой да, сол бағадан бері қорқытып жүргенде. Осы кім болған сияқты ғой да, осы братчикісі қорқытып жүрген сияқты да бағадан бері. Терезесіне соғып не істеп тағы да. Или ол емес пе екен? Что-то ол емес сияқты мынау. Джек 8-17. Базар жоқ, что-то ұзын екен ойын. Бана Люк қой келген маған да.
Бұдан артық не керек? Тыныштық, қаладан тыс ешқандай суета жоқ. Дұрыс айтасың, Люк. Жақсы, Джек. Маған енді айтып берші. Соңғы рет сөйлескен кезде бірдеңелер айтып едің ғой, Мен үйімнің алдында не қалдырып кеткен білесің бе? Ондай нәрселер менімен болмаған дейді бұл жерлерде. Ондай біртүрлі заттар көрген жоқпын, бірақ айтшы енді. Не болса да мен біртүрлі дыбыстар естимін. Оның барлығы маған жай ғана солай көрінетін сияқты. Бұда ешқандай біртүрлі зат жоқ. Біз дейтін орманда тұрамыз. Орманда неше түрлі дыбыстар шығады. Менде де сондай заттар болды осы жерде. Көріп тұрсың бе, уайымдама. Бұл жай ғана дыбыстар, свист дейді яғни. Сен дұрыс айтатын шығарсың, наверное. Ол туралы ұмыт барынша. Тағы да бір нәрселер көрсең, маған айт. Тағы да бір рет болатын болса, сондай зат бізге вообще полицияға хабарласу керек. Ты слышал, что? Что слышал? Это пришло оттуда, в том направлении. Так, давайте убираться отсюда. Извините, но я так долго хотел это сделать. Хватит уже. В любом случае, думаю, нам надо пора идти, не так ли? Да, нам нужно отдохнуть. Бля, бізге прикол ұстап отыр ма анау? Короче, бізге прикол ұстап отыр ғой анау. Ешқандай монстрларға сенбейді анау. Бірақ жағдай жақсарған жоқ. Егерде бұл жерде не болатынын білгенде мен бұл жерге ешқашан келмес едім дейді. Қазір көрем сал не болатынын. Че контент болып болмайды да бұл ойында? Че-то прям ұзақ созып жатыр бұл ойынды. Бесконечно созып жатыр. Тағы да менің итім өріп жатыр ма? Не болып жатыр мына жерде? Көпер, қаяққа кетіп қалдың сен, достым? Біздің итіміз бір жаққа кетіп қала береді. Кухняда бізде еще сол ғана тамақ екен, прикиньте, ладно. Онда тамақ ішпейміз. Бізге записка тапсын деді, қазір записка тауып алайын. Чеснок. На подросткта бір нәрсе дұрыс емес сияқты, өйткені кім вообще чеснок қояды? Менің ойымша стоп. Записка бар екен, мен деген айтайын деп отқам, екінші этажға баруға тұра келеді. Сәлем дейді, балам дейді. Мен деген, не дейді, сені тұрғыза алмадым дейді. Өйткені сен деген қатты ұйықтап аттың дейді. Сен деген осыны көрсең дейді, маған звондай дейді, мам дейді, мом. Ладно, момға звондаймыз, доктор момға. Звондау керек мамама. Мамасын звондайды, бірақ неге хотя бы белгі жоқ ше, телефон қайда? Мен сатының үстінде дейді, менің бөлмемде дейді. Оны қолданам. Міне, мен үшін жауап берді адам. Мен сияқты тупойларға жауап берді, телефон үстінде деп. Хотя үй кішкентай екен әйтеуір. Хотя үй кішкентай емес, қараңыздар, чоза. Чердак бар, ё-моё. Это минус, жестко айтайын, ол минус екен. Мен қорқам ғой, шына шкафтар көп екен. Значит, біреу... Ё-моё, что за мусор? Еще какой-то питомец бар екен менде. Вот телефон. Опа, неудобно. Қараңызшы, кім телефонды осылай істейді? Кім олай істейді телефонды? Бүкіл критика жасап тастадым ғой бұл ойынға, жарайды. Рэмбок. Мен басып отырмын ғой. Окей, мамасын звондай қалды. Алло, мама. Тамақ қайда, мама? Что-то мамасы... Сәлем дейді, сен ояндың ма дейді? Конечно. Мама дейді. Қазір ғана дейді. Күшті дейді. Біз деген папаң екеуміз дейді. Кішкене кет қалдық. Бұл әдемі мына жер дейді. Аятсыздар, мен сіз кет қалды. Дейді. Бір лист бердім дейді, соны бітіріп тастау керексің. Бүгін қанша күту керек? Бәрібір дейді. Байқа дейді, мен сен жақсы көрем дейді. Егер бірдесе болса, звонда дейді, Карладан сұра дейді, көмекті. Мен сен жақсы көрем дейді, қарашы, сигнал жоқ дейді. Көрдіңіз ба? Мамасы мен папа... Кім ол Карла деген? Мен деген лист табу керекпін дейді. Көрдіңіз ба? Карла деген адам... Карла деп ғой, мамасы мен папасы қаш кетті. Балам деген дастал, реально айтайын. Одан мен деген барып демалып келейік. Яқты да демалып күшті. Ұялмайды, баласы, иди в жопу деді да, өздері қыдырға кет қалды. База ғой, база. Мен де кет қалушы едім деп қойсын. Новости қат қапты. Спискмен таптым, спискті бірінші біз... Неге туалеттер көп? Маған сондай көп туалет берсе, жабық дейді. Значит, монстр болады деген сөз, значит, маньяк тығылып отыр, Окей, кеттік алды. Что за записка? Тап дейді. Не істеу керек? Ё-моё, тап, басып тұру керек еще. Тамақ сау керек. Бөлмеңді жина, және кеш ұйықтама дейді. Мен сені жақсы көрем дейді. Мамасы слишком көп менен үміт күтіп отыр тамақ саудан. И еще бөлме жинау керек дейді. Да, жинайым, кеттім компьютер ойнайын. Ладно, тамақты қалай сау керек ал?
Что-то мен деген профессионалмын ғой, понимаете, мен деген күшті не жасаймын, не жасаймын мен өзі. Реально не жасау керек? Балық, томата, гарлик дейді. Типа, біз деген балықты көрдік уже. Бұл қалған балықтар, который мен аламаймын. Балық алынады кім? Все, давай. Міне балық. Міне чеснок. Кенеде. Міне томата. Шикарно тамақ сауыт, қараңыздар. Уах, какой тамақ садым. Керемет дейді. Енді кішкене тамақ не пісіру керек дей ма? Да. Мен сияқты повар. Мен керемет повар екем. 1 минут күту керек дейді. Не деген повар? Көрдіңіз, ештеңе кескен жоқ, просто саласан. Стоп! Ана жерде біреу тұр. Ана жақта бір урод тұр, көріпсіз ғой. Не понял? Чувак. Мен сені көріп тұрмын, мен сен что? Қарш, қап-қара болып тұр ғой. Мен неге шыға алмаймын? Уже қашып кеттім, да. Типа мен шош кеттім, да. Типа тамақ дәмді екен ғой. Мен деген жеген кеп тұр. Я, понятно. Жерде бір какой-то черный адам тұрған, ол пофиг. Тамағымызды алайық. Жоқ, 23 секунд бар екен ғой, мен алда кетті. Адам кетіп қалды ма? Адам кетіп қапты. Мен байқағанымды айтамын да, байқағанымды. Шуға бола ма? Жоқ, шуға болмайды екен. Тәуба оған. Хотя мына жерде маньяк кіру мүмкін. Все. Еще неге плита микроволновка сияқты жылытады? Әйтеуір деген кезде. Енді не істеу керекпіз? Алло? Мен деген телевизордың алдында жеген жақсы көремін дейді. Давай телевизор көрейік ал. Стоп, бірінші. Эй! Тамақ ішесің ме? Менімен бірге еще ойынға қалды. Маньякты бірге шақырайық тамаққа. Какой-то бір балықтарды көреміз, деградировать етеміз. Менің любимый деградациям бұл. Балық жеп, балық көріп отырым. Комбо жатырым. Что-то менің не персонажым балықты өте қатты жақсы көреді екен, өшіре салын. Тамақ күшті болды дейді. Бірақ менің өзім балықты ұнатпаймын, шыны керек. Енді мен деген типа жуу керекпін дейді. Ладно, типа апару керекпін. Мысалы мен деген балықты жек көремін. Ұнатпаймын мен балықты. Өткені мен деген жеу білмеймін оны. Это база. Енді не істеу керек дейді. Қой тұр, стоп. Не істеу керек тағы? Ұмытып қалдым. Неге? Бізге бөлме нету керек, жинау керек екен, жарайды. Бізді маньяк аңды отыр ғой деймін да, типа, мына жерде ма? Бүкіл жерді қарап шығу керек, типа, маньяк туралы. Кім білет, мүмкін мен деген байқамай қалған шығарым. Хотя мен бөлмем емес. Бірақ тексер кету керек. Мен бөлмем сияқты. Біреу келді. Все. Есік қақты ма дейді. Алтынғы есік сияқты ғой. Я көремін сал. Мынау Карла ма не? Карло, сен деген лак шақырасың деймін да. Опа, чё за Карло, брутальный мужик қой деймін да. Хотя мужик деппін ғой. Хай, Дэвид дейді. Мен Карламын дейді. Ну, наконец-то. Қалай жауап берсем болады екен? Қандай көмек керек менен? Мен сен көршіңмін дейді. Мен деген осы улицаның жанында тұрам дейді, қарама қарсы. Мен сен көрмеппін алдында дейді. Чё за үндемеу, Я дейді. Мен деген көшкелім 2 апта бұрын. Менің мамам айтты дейді. Егерде менің мамам деп қойған, сенің мамаң айтты дейді. Егер бір нәрсе болса, типа маған айтты. Жақсы идея екен. Есімде болады. Что там? Бірге кеттік па? Типа сол екен, жарайды. Біз деген таныстығында. Мына жерден чилит етуге болады. Хотя маньяктарды қарап қою керек. Мен шаршадым. Маған демалу керек. Қазір көрек, мен бірінші Карла үйіне кіргенше дейм, мен нетпеймін мен. Кетпеймін. Ой-ой.